Саламатсыздар ма? Бүгін потайной замокты қалай көйлектің алдына, емінесі артына қалай салуға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен замок салатын жерді пішкен кезде 1,5 см қалдырып пішу керек. Содан кейін сол 1,5 см іш жағына қайырып үтіктеп аламыз. Үтіктегеннен кейін замокты жоғарғы жақтан бастап төмен қарай көктеп аламыз. Көктегенде үтіктеген жердің шеті замоктың тісімен бірдей болып тұру керек. Осындай қалап көктеп аламыз. Екінші жағында дәл солай жоғарғы жағынан бастаймыз. Бірінші жағын жоғарғы жағынан бастасақ, екінші жағында жоғарғы жағынан бастау керек. Міне осындай етіп көктеп аламыз. Замоктың екі жағында жоғарғы жағынан бастап төмен қарай. Арты осындай болып тұрады. Алды мынадай болып тұрады. Содан кейін осындай машинканың табанын пайдаланамыз. Міне мен машинкаға табанды орналастырдым. Осындай болып тұрады. Енді замокты осы табанмен тігеміз. Замок дайын болды. Дайын болғаннан кейін үтіктеп шығамыз тағы. Астыңғы жағын қарайтын болсақ, міне көктеген жіпті енді алып тастауға болады. Арнайы табанмен тіккен кезде замокты ашып қойып тігеміз. Осы теріс жағынан тігіледі. Түбінен тақап тігілу керек, бүйтіп ашылып осылай. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Пайдалы болса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.